Қайырлы кеш, қымбатты қыз келіншектер, қымбатты қазақстандықтар. Міне көптен күткен вебинарымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өздеріңізге белгілі, көптен күткен тақырып деп айтсақ та болады. Бұл міне алдарыңызда жазылып тұр. Квота не болмаса мемлекеттік тапсырыс бойынша эко бағдарламаларын жүргізу, өту кезеңдері, қандай елдерге бұл программа, бұл тегін эко жасалынады, тағы да көптеген сұрақтарға қазір мен сіздерге жауап беруге тырысамын. Бұл бағдарлама, бұл тақырып қойылғалы өте көп сұрақтар түсіп жатыр. Енді сол сұрақтардың барлығына мен қазір жауап беруге тырысамын. Менімен бірге болыңыздар. Тағы сұрақтарыңыз туындап жатса, осы тікелей трансляцияда сұрақтарыңызды қойыңыздар, мен жауап беремін. Бүгін сіздермен бірге мен репродуктивті медицина орталығының репродуктолог, гинеколог дәрігері Айтқожина Ләззат Кенжебайқызы. Бастамас бұрын, жалпы бүгінгі тақырыпты тағы да енді біздің барлық вебинарларымызда айтылып жатыр. Осы орталық жайлы қысқаша ғана айтып өтейін. Бұл орталық құрылғаны 95 жыл құрылған. Былтыр 20 жылдық болды. 20 жыл, яғни осы біздің еліміздің не болмаса шет елдің көптеген қыз келіншектеріне бөпелі болуына көмектесіп жатырмыз. Ал енді осы квота қашаннан берлі, квота деп айта берейін барлықтарыңызға түсінікті болу үшін. Қашаннан бері бұл Қазақстанда пайда болды десеңіздер, мына алдарыңызда тұр. 2011 жылдан бастап осы эко бағдарламасы бойынша беріліп жатыр. 2011 жылдан бастап. 2015 жылы Қазақстан Республикасында эко бағдарламасы бойынша 10.000 бала дүниеге келді. Егіз бір қыз бала, иә. Оны біз барлық жерде былтырғы жылы көрсеткен болатынбыз. Енді қай Қазақстанның қалаларында осы квотаны алып, осы эко бағдарламасын тегін жасауға болады. Яғни ол Алматы қаласы, ол біздің орталық, осы репродуктивті медицина орталығында, және осы Алматы қала бойынша акушер және гинекология және перинатологиялы ұлттық ғылыми орталығы, бұл Достық проспектісінде тұрған, және Астана қаласында ана мен бала ұлттық ғылыми орталығында осы эко бағдарламасын тегін жасауға болады. Астанада Эколайф деген орталық бар, ол орталықта да осы эко бағдарламасын квота арқылы тегін жасауға болады. Және Тараз қаласында неке және отбасы медицина орталығында осындай бағдарламамен тегін квота алып эко жасатуға болады. Енді біздің осы орталықтың 2011 жылдан бергі статистикасына көз жүгіртетін болсақ, 2011 жылы Қазақстан бойынша квота бөлінсе, соның 55 программасы осы орталыққа бөлінді. Оның 28-і, өздеріңіз көріп отырсыздар, 28-і аяқ ауыр болып, 50% нәтиже көрсеттік. 2012 жылы 160 квота бөлінді бұл орталыққа, нәтижесі 44%. 2013 жылы 200 квота бөлінді, оның 95-і екі қабат болды, 47-де 5% нәтиже көрсетті. 2014 жылы 187 квота бөлінді осы орталыққа, 55% нәтиже. Ал 2015 жылы 285 квота бөлінді осы орталыққа, оның 57%-ында нәтиже көрсеттік. Бұл нәтижелер өте жақсы көрсеткіш деп айтам, өйткені жалпы тегін жасасаң да, ақымен жасасаң да ешқандай гарантия 100% гарантия эко бере алмайды. 50-60% дегеніміз, 40% дегеніміз бұл өте жақсы көрсеткіш. Ал енді 2016 жылғы мемлекеттік тапсырыс бойынша осы репродуктивті медицина орталығына 270 бағдарлама бөлініп отыр программа. Биыл біз ол программаны ақпан айынан бастап кеттік деп айтсақ болады. Қазір келіншектер осы бағдарлама бойынша бізге келіп жатыр.
осы квотаны тегін медициналық көмектің кепілдік көлемі бұл 627 бұйрығына сәйкес тағайындау көрсеткіштері осы ақырғы 10 күнде өте көп сұрақтар түсті. Кімге квота беріледі? Мен ала алам ба? Менің жасым осыншада, менің жасым осыншада, маған квота беріле ма? Менің балам жоқ. Енді көптеген сұрақтар түсіп жатыр қыз-келіншектерден. Ең бірінші квота кімге беріледі? Квота елдің бәріне баласы жоқ, қыз-келіншектердің барлығына квота бөлінбейді. Бұның өзінің арнайы көрсеткіштері бар. Бұл 627 бұйрыққа сәйкес Қазақстанның жаңағы денсаулық сақтау министерствосының бұйрығына сәйкес квотаны кім алады? Ең бірінші квота алатын келіншектер ол жаттыр түтікшесінің өтпей қалуы, не болмаса жаттыр түтікшесінің бітеліп қалған келіншектер бірінші кезекте бірінші очередте квота ала алады. Екінші квота алатын қыз-келіншектер бұл өзінің жолдасының, күйеуінің, ұрығының әлсіздігі. Міне алдарыңызда жазылып тұр. Ерлер ұрықсыздығының ауыр нысандары деп жазылып тұр. Енді былайша айтқан кезде жалпы түсінікті болу үшін ерлер ұрығының көлемінің мөлшерінің аз болуы. Мысалы 10%, 5%, 15%, 20%, не болмаса оның мөлшерінің аздығы. 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион, 5 миллион, сондай көлемде егер ол емдесе де, ол басылмаса, емдесе де, емге көнбесе, сол келіншектер осы тегін эко жасатуға құқысы бар және шансы бар дейміз ғой. Ол үшін кезекке тұру керек. Оның бәрін қазір мен әрі қарай тағы да айтатын боламын. Осы жерде мен айта кетейін, көп сұрақтарға түскен сұрақтардың бірі, менің күйеуімде азоспермия дейді, мүлдем ұрық жоқ күйеуінде. Қанша жерге барып тексерілді, емделді, бірақ 1% де ұрық жоқ күйеуінде. Өкінішке орай, ондай жұп квота ала алмайды, тегін эко жасата алмайды. Өйткені ол мен алдарыңызда көрсетіліп тұр. 627 бұйрыққа сәйкес ол оған кірмейді. Эко жасау үшін тегін біраз мөлшерде болсын, азғандай болса да ұрық болу керек. Күйеулеріңізде, жолдастарыңызда солар ғана квота ала алады. Ал мүлдем жоқ болса, мүмкін ол туа пайда болған нәрсе шығар, мүмкін жүре пайда болған. Оның бәрін андрологтар, біздің андрологтар тексеріледі, содан кейін олар әрі қарай рұқсатын береді, бола ма, болмай ма. Негізінде азоспермия мен мүлдем ұрық жоқ болса, ол бойынша квота ала алмайды. Енді қандай әйелдер жатады енді, тағы да осы жөнде, мен алдарыңызда слайд бойынша. Яғни квота алу үшін жаңағы түтікшесі өтпеу керек, не болмаса түтікшесі болмау керек. Одан кейінгі екеуінің ұрығы төмен болу керек. Және әйелдің өзінің дені сау болу керек. Соматикалық эндокриндік статусы қалыпты болу керек. Бұл не деген сөз? Бұның ешқандай ауру болмау керек ол әйелде. Тек жаңағы внематочный жатырдан тыс жүктілік кезінде түтікшесінен айырылып қалды, ал былай дені сау әйел, жүрегі аман, бүйрегі аман, өкпесі аман, ешқандай эндокриндік аурулар жоқ, қан қысымы көтерілмейді, тағы басқа аурулар жоқ. Дені сау әйел тек қана түтікшесі өтпейді, не болмаса күйеуінің ұрығы төмен. Осындай әйелдер квота ала алады. Және квотаны менде көп сұрақтар болған, 45-темін, 44-темін, 43-темін, 47-демін, маған квота бере ма деген. Әрине, жалпы айтқанда 48 жасқа дейін біз әйелдерді фертильный возраст дейді, бала көтеретін жас болады деп. Бірақ та эко жасау үшін 43, 44, 45, 48 деген бұл өте үлкен жас деп есептеледі. Өйткені 40-тан кейін жаңағы эконың нәтижесі төмендей береді. 43 жастан кейін әйелге эко жасап ақшасын шашып керегі де жоқ. Өйткені 43-тен кейін эффективность нәтижесі 0%, не болмаса 1-2% қана. Сондықтан соны біле тұра, біз 43 жасқа, 44-45 жасқа әрине квота берілмей қалуы мүмкін. Сондықтан да қыз-келіншектер
уақыттарыңызды өткізбеңіздер. Егер де сондай жағдайлар қазір осындай бастарыңызда болып жатса, 40 жасқа дейін тезірек қимылдаңыздар. Өйткені біз сиқыршы емеспіз. Сіздер қай жаста келсеңіздер, сол жаста бала салып бере қоятын. Сіз не бересіз, біз соны саламыз. Ал 40-тан кейін сіздің беретін клеткаңыз ол сізбен бірге қартаяды. Оның качествосы дейміз ғой, қалай деп айтсам екен, төмен болады качествосы сізден алған рухтың. Сондықтан да 35 жасқа дейін, 38 жасқа дейін, 39 жасқа дейін жаңағы тегін эко жасауға алатын әйелдердің құқысы бар, және шансы да жоғары 40 жастан асқан әйелдерге қарағанда. Және эко жылына бір-ақ рет беріледі бір әйелге. Егер де осы жыл сіз эко алып, бұл жол көтере алмай қалдық дейік, ендеше сіз келесі жылы жасыңыз сәйкес келсе, анализдеріңіздің бәрі жақсы болса, аналық клеткаларыңыз жақсы жұмыс істеп тұрса, сіз келесі жылда квота алып қайтадан келуіңізге болады. Тіпті де жаңағы бір баланы туып алғаннан кейін келесі балаңызға да келесі жылы сол квота алып тағы да эко тегін жасатуыңызға болады. Бірақ жасыңыз өтіп кетпесін, уақытыңызды өткізбеу керексіз. 40 жасқа дейін, 38 жасқа дейін әйелдердің шансы бар. Мүмкін болмайтын жағдайлар, және мен айтып кеткен жағдайлар, бұл төмен авариальдық резерв. Кейде келеді 30 жастағы келіншек, 25 жастағы, 28 жастағы, 35 жастағы, Былай қарасаңыз, жасына қарап, ол кісіге екі трубасы жоқ делік, жасына қарап квота беруге болады. Бірақ та бұның өзінің критериялары бар. Қандай? Оның аналық клеткасы мықты болу керек, яғни яичниктарын дені сау болу керек. Төмен авариальдық резерв деп тұр, мен алдарыңызда көрсетіліп жазылып тұр. Яғни сіздің антимюллеровый гормоныңыз бірден жоғары болу керек. 1, 1,5, 2, 3, 4 ары қарай кете береді. Егер де бірден төмен болып 0,5, 0,3, 0,4 деп көп келіп жатады, жап-жас келіншектер, бірақ сондай өте төмен антимюллерді гормон. Бұл не деген сөз? Бұл деген сөз сіздің аналық клеткаңыздың жұмысы нашарлаған. Сізге қазір тегін эко жасасақ та, ақылы эко жасасақ та, бала болып кетуі өте шамалылау. Сондықтан да төмен авариальдық резервпен жасыңыз кеп тұрса да, екі трубаңыз жоқ болса да, егер антимюллеровый гормоныңыз бірден төмен болатын болса, онда өкінішке орай біз кері қайтаруымыз мүмкін, сізді жаңағы квотаға іліне алмай қалуымыз мүмкін. Және ең негізгісі осы, одан кейін жаңа жедел қабыну аурулары болмау керек, енді одан кейін туа біткен даму ақаулары болмау керек, немесе жүре пайда болған жатыр қуысының пішіннің бұзылуы. Яғни ол не? Синехия деп жатамыз, не болмаса туа пайда болған қандай маткаларының әртүрлі болып туылуы, двурогая, однорогая матка дейді, жатыр ішінде әртүрлі туа пайда болған жатырдың өзінің ақаулары болмау керек. Әртүрлі ісіктер болмау керек, аналық бездерінің ісіктері болмау керек, қатерлі ісіктер болмау керек. Және мен басында айтып өткендей, жолдасыңыздың ұрығы 0 болмау керек. Біраз болсын 1-2% болсын ұрық болу керек. Квотаға іліну үшін мүлдем ешқандай ұрық жоқ болса, онда квотаға іліне алмайсыздар. Көптеген сұрақтар қазір маған түсіп жатыр. Қазір мен аны бір жолата бітіріп алайын. Жалпы түсіндіріп, содан сұрақтарыңыздың бәріне жауап берем. Міндетті түрде менімен бірге болыңыздар. Енді квотаны алу сатылары. Бұл да өте көп қойылып жатқан сұрақтар. Мен квотаны қалай аламын, мен қай жерге баруым керек, мен не істеуім керек, айтыңыздаршы, неден бастаймын? Біздің поликлиникада врачтар дұрыс жауап бермейді, ештеңе дұрыс істелмейді дейді. Енді сіздер тыңдап алыңыздар. Ол врачтарыңызға бару үшін сіздер өздеріңіздің праваларыңызды дұрыс білулеріңіз керексіздер. Ол қандай права? Міне алдарыңызда тұр. Яғни сіздер өздеріңіздің тұрғылықты жері бойынша әйелдер консультациясына, яғни женская консультация деп жазып жатырмыз, әйелдер консультациясына бедеулік бойынша есепке тұру керексіз. ЭКО-ға квота алу үшін. Яғни сіз дәрігеріңізге барып айтасыз. Менде 3 жыл бала жоқ, менде 5 жыл бала жоқ, менде 9 жыл бала жоқ. Қазір Қазақстан, біздің үкіметіміз бізге квота бөліп жатыр. Маған да соны беріңіз. Ол үшін мен не істеуім керек? Мені тізімге іліңіз, қосыңыз, мені қойыңыз неге учетқа деп айтасыз. Потом ол кісілер айтуы мүмкін, анау мынау деп, сол уақытта сіздер айтасыздар.
жоқ анау мынау емес, яғни трубаңыздың өткізгіштігі рентген снимок қолыңызда болу керек. Міне менің 2 трубамда өтпейді, не болмаса 2 трубам жоқ, сіз қалай мені учетқа алмайсыз? Ол сізді міндетті, егерде осындай жағдай болып тұрып, антимүйлеріңіз жақсы, 2 трубаңыз істемейді, деніңіз сау, жасыңыз 35, 36, 37-ге толмаған жас келіншексіз, олар міндетті сізді есепке алуға міндетті. Есепке алады деп тұрған жоқпын, алуға міндетті. Егер де сіз осы айтқандары сізде болатын болса, одан сізді учетқа алғаннан кейін сіз міндетті түрде репродуктологқа келесіз. Яғни ол кім? Яғни олар біздер осы орталыққа, басқа орталыққа репродуктолог, және қай орталықтар? Астанада бар орталық, және басында айттым сіздерге, Алматыдағы осы орталыққа келесіздер, репродуктологқа жазыласыздар, яғни бізге. Содан кейін біз сіздерге протокол береміз, консультация жазып береміз. Осындай қызға біз квотамен эко жасаймыз, оның бәрі анализін бәрі жақсы, АМГ-сі жақсы, трубасы өтпейді, не болмаса күйеуінің ұрығы әлсіз. Содан кейін сіз сол протоколды аласыз да, жаңағы врачыңызға барасыз. Міне маған квота берді, протокол жазып берді Ләззат Кенжебаевна. Осы протоколмен барасыз да, өзіңіздің гинекологыңызға көрсетесіз. Ол гинекологыңыз алады да сізді тіркейді. Тіркеп қойып айтады, айналайын, сенің алдында тағы да 100 әйел болуы мүмкін, сенің алдында 50 әйел тұру мүмкін, 30 әйел, мүмкін 10 әйел. Кезегің келген кезде квотаны аласың деп. Ол кезегің қашан келеді? Оны енді мен айта алмаймын, оны ешкімді айта алмайды. Оны тек қана өзіңіздің жергілікті жердегі гинекологыңыз шешеді. Ол очередіңіз сіздің 1 айдан кейін келуі мүмкін, жарты айдан кейін келуі мүмкін, жарты жылдан кейін келуі мүмкін, 2 жылдан кейін келуі мүмкін. Мысалы, осы жерде бір айта кететін жағдай, құрметті қыз-келіншектер, осы менде бір пациент болды. Жасы 39-да, 35 жасынан учетта тұр, 4 жыл тосқан, 35 жастан, қазір 39-ға келді. Егер де ол келіншек 35 жасында тұрып, 1 жылдан кейін 36-37 жасында алса ол квотаны, оның бала көтеру шансы әлде қайда жоғары болады, чем қазір 40 жаста кеп тұрғаннан. Сондықтан да ол очередке тұрғаннан кейін тұрып қойдым деп 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл тосып отырмаңыздар. Өйткені қазір 35 жаста кеп очередке тұрасыздар, 3 жыл, 4 жыл өткенде 39-40 жастарыңызға бізге келесіздер, ал 39-40 жаста ЭКО-ның нәтижесі, эффективность программы ЭКО нәтижесі 35 жастағымен салыстырғанда әлде қайда төмен болады. Сондықтан да егер қазір осы проблема сіздерде қазір болса, қазір шешуге тырысыңыздар. Өйткені очередке тұрып 4-5 жыл очередте отыратын келіншектер болды. Әрине олардың кінәсі емес, ол сол жердегі жергілікті гинекологтардың дұрыс түсінбегендігі. Олар ойлайды, қай уақытта біз әйелді жібере салсақ, сол уақытта біз эко жасап, сол уақытта біз бала жасап бере салады деп. Олай емес, жас келген сайын эконың шамасы да төмендей береді, соны естеріңізде сақтаңыздар. Енді алу сатыларын меніңше мен түсінікті айтқан сияқтымын сіздерге, яғни өзіңіздің жергілікті жер шешеді, өзіңіздің жергілікті гинекологыңыз шешеді. Одан кейін оны бізге жібереді сіздерді. Біз протокол жазып береміз, сол протоколмен барып, өзіңіздің гинекологыңызға барып тіркелесіз. Ол үшін, жаңа айттым, трубаңыз өтпеу керек, антимүйлеріңіз жақсы болу керек, және жас мөлшеріңіз жастау болған жөн әрине. Және күйеуіңіздің ұрығы төменде болса, ол да эко ала аласыздар. Міне ол жаңағы мен айтып тұр, емдеуге жатқызу бюросының порталына тіркелу, әйелдер консультацияларында немесе облыстық денсаулық сақтау басқармасында жасалу. Яғни жаңа мен айтқан өздеріңіздің орталықтарыңызда, Ақтау болса Ақтау, Шымкент болса Шымкент, Атырау болса Атырау, Павлодар болса Павлодар. Қай қаладасыздар, сол қалаңыздың өзіңіздің облыстық денсаулық сақтау басқармасы шешеді бұл сұрақты. Одан кейін оған тіркеліп болғаннан кейін, 1 жылдан кейін ба, жарты жылдан кейін ба, бізге, міне астарыңызда мына жерде жазылып тұр, Мусаева Санам Аруповна және Медуханова Сара Кабиевна. Енді бұларын сізге онша қажеті жоқ сіздерге, бұл енді өз сіздердің дәрігерлеріңізге арналған. Сол кісілерге звондайды да, сіздер порталда деп бізге просто негіз хабарын жеткізеді. Біздің талаптар қандай? Яғни жаңа сіз өзіңіздің гинекологыңызға бардыңыз, тіркелдіңіз, одан кейін ол айтады, бар, репродуктологтан қағаз алып кел, сол қағаз дұрыс болса мен саған берем дейді. Оны талай өздеріңіз естіп жүрсіздер,
сосын репродуктологқа сіздер келесіздер. Біз келгенде біз қандай талап қоямыз сіздерге? Қолдарыңызда сіздердің қандай документ болу керек бізге келгенде? Ол жаңағы рентген снимок, рентген жаңағы түсірген, трубаңыз өтпейді, не болмаса трубаңыз жоқ деген қағаз болу керек. Міне бірінші. Одан кейін гистероскопия көшірмесі. Гистероскопия деген не? Гистероскопия деген маткаңыздың, жатырыңыздың ішінде ешқандай ақау жоқ, бәрі сау деген қағаз. Кейбір пациенттер көбіне бұл гистероскопияны бізден өтіп жатады, өйткені ол өзінің жергілікті жерінен жарты анализін әкелсе, жарты анализін әкелмейді. Бұл сіздердің кінәларыңыз емес, сол жерде дайындаған гинекологтардың кінәсі. Бара бер, сол репродуктологтар саған айтады деп бізге жібере салады. Содан көбіне гистероскопияны бізден де жасайды. Гистероскопияны Қазақстанның барлық қалаларында жасайды. Өздеріңмен бірге алып келсеңіздер, тіпті жақсы. АМГ көрсеткіштері, жаңа бағанын айтып жатқан осы, антимюллеровый гормон тапсырыңыздар деп. Бұл сіздердің аналық клеткаларыңыздың қанша мөлшерде жұмыс істейтіні, жаңағы сіздерге эко жасағанда қаншалықты сіздерде шанс бар осы эко жасағаннан. Жасауға тұра ма, тұрмай ма, осыны анықтайтын гормон. Сондықтан да құрметті қыз-келіншектер, міндетті түрде АМГ-ларыңыз тапсырып қойыңыздар. 35 жастан кейін егер экоға келем деген пландарыңыз, жоспарларыңыз болса. Жарай ма? Өйткені бұл көрсеткіш төмендеп кетсе, ертең сіздің тіпті ақшамен келген жағдайда экоға жарамай жататын пациенттер болады. Өйткені аналық клеткаңыз сіздің өмір бақилық емес, ол да сізбен бірге қартаяды. Оның да өзінің шаршайтын кезі болады, ұйықтайтын кезі болады. Содан ақырындап шаршайды да, бір жолата сосын климаксқа кіріп кеткен әйелдер өздері білмей қалады. Етеккірім жарты жыл жоқ, етеккірім бір жыл жоқ деп 40 жаста, 39 жаста, 35 жаста, 42 жаста келетін келіншектер болады. Сондықтан да сіздің дәрігеріңіздің құлағына алтын сырға, антимюллерді міндетті түрде тексеру керек, экоға келем деген қыз-келіншектерге. Одан кейін спермограмма, морфология, мартез. Бұны жергілікті жерде өткізсеңіз болады, не болмаса осы жерге келіп өткізсеңіз болады. Күйеуіңіздің жаңа ұрығын тексеру. Және тағы бір сұрайтын дүниеміз, ерлі-зайыптылардың кариотиптері. Кариотип деген не деп маған көп сұрақтар қойылып жатыр. Кариотип деген сіздің хромосомаңыз, әйелдің хромосомасы, күйеуіңізде еркектің хромосомасы. Яғни сіздерде ешқандай генетикалық ақау жоқ деген қағаз бұл. Бұл өмірде бір-ақ рет тапсырылатын анализ. Соны өзіңіз жақта тапсырсаңыз болады, не болмаса осы орталықта өткізсеңіз болады. Бірақ өздеріңізбен бірге алып келсеңіздер тіпті жақсы. Одан кейінгі міне өздеріңіз көріп отырған бұл, яғни сіз бізге келгенде міндетті түрде сіздерді УЗИ-дан біз өзіміз тексереміз. Кейбір өздерінің УЗИ-ларын алып келіп, бар менде УЗИ деп жатады. Ол УЗИ-дің дұрыс екеніне мен күмәнім жоқ, бірақ эко жасайтын, эко сізге жасағалы тұрған дәрігер міндетті түрде сіздің аналық клеткаңызды, яичниктарыңыз тексереді, фолликулаларыңыз тексереді. Сол жерден қарап-ақ білуге болады сіздерде қаншалықты шанс бар эко жасағанда. Шанс бар ма, әлде жоқ па, соны енді УЗИ бізде жасалынатын дүние ол, және жеке куәлік, оны өздеріңіз білесіздер, өздеріңізбен бірге алып келесіздер. Енді тағы да бір сұрақ, жалпы бұл квотаға да байланысты деп айтуға болады, ақымен келіп жатқан пациенттерге байланысты. Кейбіреулер айтады, мені жібермей жатыр, трубамды алып тастамаса эко жасамаймыз деп айтты. Трубаңды алып тастау керек деп жатыр, анау деп жатыр, мынау деп жатыр деген сұрақтар көп, иә. Сон қай уақытта бізге труба түтікшеңіз жатырдың бөгет болады? Ол бөгет болады, егер де мен алдарыңызда мына суретті көріп тұрсыздар ма? Егер алдарыңызда мынандай сіздерде сурет болса, жаңағы снимокты жасайсыздар ғой. Снимок жасағанда егер трубаңызда гидросальпингс, сактосальпингс, тағы да бірдеңке образование, жаңағы түзіліс бар деп жазып берсе, рентгенолог, врач бұны міндетті түрде не бұл операцияға барып, не болмаса тазалау керек болады, қалдырады трубасын, егерде тазалауға жатса, не болмаса мүлдем ештеңеге жарамайтын труба болса, онда алып тастап барып эко жасаймыз. Өйткені мынаның іші гидросальпингс, сактосальпингс деген мынаның іші толған инфекция болуы мүмкін. Мүмкін деп отырмын, иә. Сондықтан да бұл ертең бізге ана баланы салғанда отрицательный эффект беруі мүмкін, теріс нәтиже болуы мүмкін. Себебі бізде эко былай да 100% гарантия бермейді. Ал егер біз сізді мынандай жаман трубамен, гидросальпингс, сактосальпингс, су толған ішіне жаман-жаман бірдеңелер жиналған трубамен алатын болсақ, нәтижеңіз одан да төмендейді. Сондықтан да экоға барарда тап-таза болып баруыңыз керексіз.
Ал егер де мынандай суретті көріп тұрсыздар, иә, ешқандай мынандай сурет жоқ, мына суретті мен бәрі тап-таза. Бұл просто трубаңыз бітеліп қалған болды. Ішінде ештеңе жоқ ол трубаның. Су да жоқ, ештеңе де жоқ, иә. Онда болатын болса, гидросальпингс та жоқ, стактосальпингс та жоқ, ештеңе жоқ. Просто трубы непроходимы деп жазып береді. Яғни ол деген сөз, ол бізге бөгет жасамайды, тұра берсін трубаңыз. Қанша жыл тұрса да тұра берсін, ондай трубамен біз ала береміз экоға. Трубаңыз жаман болмаса. Тағы да қандай жағдайда экоға алмаймыз? Яғни мені көріп тұрсыздар ма, мына суретте бұл двурогая матка, жаңағы туа пайда болған, жатырыңыз дұрыс емес, туа пайда болғанда өзі ақауы бар да. Бұндаймен әрине ала алмаймыз. Жаңағы тек қана квотаға ілінген емес, жалпы ақылы экоға келсе де бұндай жағдайда алу экоға қиындау. Және міне алдарыңызда тұрған мына сурет бойынша жатырдың ішінде полип болуы мүмкін, тағы да бірдеңкелер өсуі мүмкін, синехия, жаңағы спайка болуы мүмкін, иә. Ондай жағдайда жаңағы гистероскопияға барып, ішін тазалап барып, квота ала аласыз. Оценка авариального резерва деп тұр, жаңағы авариальды резервтің бағалау. Яғни жаңағы мен айтып өткен, бұл тағы да антимюллеровый гормон. Бірден төмен болса, квота тегін экоға іліну шансыңыз төмендеу. Бірден жоғары болса, жас болсаңыз, екі трубаңыз оның үстінде істемейтін болса, сіз бірінші очередте осы квота эко тегін жасай аласыз, квотаға іліне аласыз. Кариотипті және айтып өттім. Бұл жаңағы өздеріңіздің генетикаңыз, жаңағы хромосоманы тексеру, ерлердің хромосомасын тексеру. Кейбір ойлап отыр мүмкін, бір хромосома неменеге тексереді, әйел екеніміз де так белгілі, еркек екеніміз де так белгілі деп. Кей жағдайда болады. Бұл ауру емес, бұл сізге өміріңізде білінбеуі де мүмкін. Бірақ осындай тексерген кезде әртүрлі отклонениялар шығып жатуы мүмкін. Әртүрлі жағдайлар болып жатады. Бұл көп жағдайда кездеспейді әрине, но бірақ ондай пациенттер кездеседі. Сондықтан да біз міндетті түрде кариотип сұраймыз. Жалпы кариотипті тегін емес, ақылы бара жатқан пациенттерден де кариотип кейде сұрап жатамыз. Келесі. Енді мынау сіздерге енді бұның аса қажеті жоқ деп ойлаймын. Жалпы жаңағы аналық клетканы тексергенде, егер де мынау мен көрсетіп тұрған аналық клеткадай болса, клеткаларыңыз, онда сіздердің шанстарыңыз өте жоғары. Өйткені өздеріңіз көріп тұрсыздар, фолликулалар өте көп, иә. Енді бұл енді экоға баратын пациенттерге жеке айтылатын дүниелер. Емдеуге жатқызу бюросы порталына тіркелгенге дейін тексерілу тұрғылықты жер бойынша, жаңағы айтып өттім, өздеріңіздің гинекологтарыңыз 627 бұйрық бойынша сіздерді тексереді. Тексеру жоспары, яғни ол алдарыңызда тұр. Флюра сұраймыз, гормональдық статустарыңыз сұраймыз, онкоцитология 6 айға жарамды, және сүт безінің ультрадыбыстық зерттеу керек, инфекцияларға зерттеу керек, жаңағы ВИЧ, гепатит, РВ, жаңағы сифилис дейміз, осылардың барлығын тексеру керек болады. Және әртүрлі терапия, барлық клиникалық талдаулар, бұл жаңағы бүйрек, бауыр, өкпе, жүректі тексеру, терапевтің қорытындысы керек. Жалпы бұл тексеру тек қана квотамен бара жатқан пациенттер емес, жалпы кім экоға барады, сол тексеруден өтеді. Бірақ бұл тексеруді экоға баратын адам 1-2 ай бұрын ғана тапсыру керек. Алдын ала қазір бұның бәрін тапсырсаңыз, квотаңыз, экоңыздың жағдайы мүмкін 1 жылдан кейін келсе, срок өтіп кетуі мүмкін. Және күйеуін тексертіп жатады. Тексертеміз, то есть. Осындай выписка жібереді бізден. Енді мен жалпы негізі айтып өттім. Көп сұрақтардың бірі, квотаны кім ала алады, оны қалай аламыз, және квотаны қандай жағдайда бізге бересіздер деген сұрақтарға мен түсінікті қылып айтып өттім деп ойлаймын. Енді мына жерде түскен сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Яғни мен бір қорытындылап өтейін. Яғни квотаны ала алады жас келіншектер, антимюллер гормоны жоғары келіншектер, екі трубасы жоқ, не болмаса екі трубасы жабық келіншектер, не болмаса ерінің ұрығы төмен, мүлдем жоқ емес, төмен, жаңағы жас жұбайлар ала алады. 43, 44, 45, 46, 47, 48-дегі келіншектер, енді алдамай қояйын, ол келіншектер квота ала алмайды.
40-41 жаста если АМГ-іңіз жақсы болса, мүмкін 40-41 жастағы келіншектерде ілігіп кетуі мүмкін, антимюллеріңіз жақсы болса. Және екі трубаңыз жоқ болу керек, не болмаса өтпеу керек. Осы келіншектер квотаға ілінеді. Квотаны береді өзіңіздің жергілікті тұрған жеріңіз. Біз тек қана репродуктолог протокол жазып береміз. Сізге Бәленбаеваға квота беріңіздер, біз жасаймыз деген справка ғана жазып береміз, протокол. Соны апарып өзіңізге өткізесіз, тұрған жеріңіздегі өзіңіздің гинекологқа. Ол сізді кезекке қояды, кезегіңіз қашан келеді, оны бір Алла біледі. Жарты жыл ма, бір ай ма, бір жыл ма, сол кезегіңіз келгенде қайтадан бізге қайтып келіп экоңызды жасатасыз. Енді сәлеметсіз Ләззат, сұрақтар. Сәлеметсіз Ләззат ханым, жасым 33-те, жолдасым шетел азаматы дейді. Өзім Қазақстан азаматымын, квота ала аламын ба? Әрине ала аласыз. Егер де сіздің жаңағы айтып өткен осы квота алатын трубаңыз істемесе, не болмаса жоқ болса, және антимюллеровый гормоныңыз жақсы болатын болса, жасыңыз 33-те ала аласыз деп ойлаймын. Тек қана ол үшін өзіңіздің жеріңізге барып очередке тұрып, Алматы болса Алматы, Астана болса қай жерде тұрасыз, сол жерден. Содан кейін барып бізге келіп протокол алып кетіңіз бізден, уақытыңызды өткізбей. Жанар қайда қалды. Рима лапароскопия жасаған, спайкадан трубаға бара алмапты, жарты жыл ішінде көтере алмасаңыз экос ету керек деген екен. Сіздің диагнозбен квота берілмейді деп қайтарып жіберді дейді. Хронический эндометрит деген диагноз. Енді қайта бара білмеймін қандай кеңес. Яғни бұл кісі мен түсінуімше Рима жасаған операция, трубаңызды аша алмаған ау деймін. Енді сізге эко жасады деп жатыр, иә. Яғни сіз былай істейсіз. Қазір бұл қайтарып жібергендер дұрыс емес, өйткені қазір аласыз да Рима рентген снимок жасатасыз. Егер трубаңыз екеу біте болатын болса, сразу бізге келіңіз, біз сізге протокол жазып береміз. Только снимок жасатыңыз. Егер де екі трубаңызда өтпейді деп жазып беретін болса, бізге келіңіз, біздің протоколмен өзіңіздің жергілікті жаңағы әйелдер кеңесіне барасыз. Ол сізді міндетті сізді очередке алуға міндетті. Біз өйткені квота бермейміз, біз тек қана рұқсат қағаз береміз, квота жасаймыз деген. Кеш Ләззат Кенжебайқызы, мен 2000 жыл босандым, қызым 16 жасқа толды, одан кейін баламды өткен 2 жатыр түтікшенде бітеліп қалған. Қандай көмегіңіз бар? Енді Жанар, енді бағанадан айтып жатырмын ғой. Жасыңыз нешеде екенімді жазылмапты, бірақ 2000 жылы қазір қызыңыз 16 жаста дейді, енді жасыңыз бір талайға келіп қалған шығар деп ойлаймын. Антимюллеровый гормоныңызды тапсырдыңыз, жасыңыз 40-қа толмаса. Егер де гормоныңыз жақсы болатын болса, жаңағы бітеліп қалған түтікшеңіздің снимогын, суретін алып, репродуктологқа келіңіз, біз сізге жазып береміз протокол. Бірақ сіз қазір жасыңыз 38-39-да, 40-та болсаңыз, біз сізге протокол жазып берсек, сіз оны қанша жыл тосасыз? 43 жасқа дейін тоссаңыз, эффективность ол кезде 5%. Сондықтан егер де тұрғылықты жеріңіз қазір сізге Жанар протокол алып кел, ертең саған квота берем десе, пожалуйста, келе қойыңыз. Ұзақ тосатын уақытыңызда болмауы мүмкін. Өйткені жасыңыз бір талайға келіп қалған шығар. Жасың 39-да дейсіз. Жақсы, 39-да болсаңыз, қазір біз сізге протокол жазып берсек, АМГ-іңіз жақсы болып, сіз оны қанша жыл тосасыз ол квотаны? 1 жыл, 2 жыл тоссаңыз 43-42-ке келесіз. Ол кезде эко жасау өте қиын, 5% гарантия болады. Әр кетсе 10%. Сондықтан егер сіздің гинекологыңыз сізге көмектесемін, қазір жазып берсе, ертең берем квотаны десе, пожалуйста, келіңіз жазып береміз. А так сіздің 2 жыл тосатын уақытыңыз жоқ. Менің жасым 31-де, тұрмысқа шыққан, өзімде жолдасым тексер, мен трубкам таза, рентгенде түстім, овуляция тексердік, жолдасым ұры 46, өзімде аутоиммун тиреоидит, электрооксин, әлі нақты жауап айтқан жоқ, жақында мен енді квота алып 2 жаста аламын, қандай нұсқа бере аласыз? Қараңыз, Айымгүл, сіз жасыңыз 31-де, иә, трубкам таза дейсіз, рентгенге түсіпсіз, иә, күйеуіңіздің ұрығы 46% деп тұрсыз. Өкінішке орай сізге бұндай нәтижемен біз эко бере алмаймыз. Мен айтар едім сізге, 5 жыл жайдан жай балаңыз болмай жүрген жоқ шығар, егер трубкаңыз ашық болса, күйеуіңіздің ұрығы жақсы болса, тытығын ай сайын тапсырғаннан не пайда? 5 жыл бойы сол тытығыдан көтере алмай жүрген жоқсыз. Бұл жерде басқа бір проблема бар сізде.
оны тексердіңіз, мүмкін гистероскопия жасатасыз, маткаңыздың ішін тексерту керек шығар, мүмкін сіз маткаңыздың ішінде полип өсіп тұрған шығар. Обязательно гистероскопия жасатыңыз, жарай ма? Басқа енді мынандай сіз айтқандай жағдаймен квота ала алмайсыз, өйткені 2 трубаңызда ашық. Ал 5 жыл балаңыз болмаған деген сөз, яғни ол жерде бір проблема бар деген сөз. Гистероскопия обязательно жасатып көріңіз. Потом күйеуіңіздің ұрығын Алматыда тапсырып көріңізші, мар тест деген нәрсені, жарай ма? Мар тест көп жерде жасалынбайды. Мар тест деп аталады. Сперма плюс мар тест жазып алыңыз. Так, келесі Ақбота. 2 трубамда непроходимый, жасым 35-те, Қызылорда облысынан. Сол жерге квотаға кезекке 2014 жыл тұрдым. Енді сіздерден хаттама апаруым керек па? Әрине апаруыңыз керек. Сіз 2014 жылдан бері неге келмей жатсыз? 2014 сіз 33 жаста болғансыз, я? 2 жылдан бері не қыл деп тұрсыз? Бірде-бір лез репродуктологқа келген жоқсыз ба? Репродуктологқа келмесеңіз, сізді ешкім очередке де қоймайды. Білмеймін, олар сіздерді қалай очередке қояды, ешқандай репродуктологтың протоколынсыз. Сондықтан да келіп бірінші бізден, я Ақботаға эко жасаймыз деген протоколды алып барып Қызылордаға очередке тұрасыз. Жарай ма? Міндетті түрде келіп бізден протокол алыңыз, әйтпесе тұра бересіз осылай очередте 10 жыл. Гинекологыңызға барып айтыңыз, оказывается, мен протокол алуым керек қой репродуктологтан, мен неге жібермей жатсыздар деп. 2014-тен бері 2 жыл болды. Міндетті түрде келіп протокол алыңыз. Бүкіл қағаздарыңызды алып келіңіз. Жаңағы трубаңыздың снимок бар, анау, мынау бәрін, жақсы ма? Содан кейін барып сізге очередке тұрғызады, содан кейін барып квота береді. Так, Раушан. ВПР матка. Так, Раушан, мен сізге негізі Фейсбуктан жауап берген, трубаларым проходимый деп жазып, синехия болған деп жазыпсыз, я? Раушан, бұл неңіз 2 трубаңыз ашық болса, енді мен сізге Фейсбукта да жауап бергем. 2 трубаңыз ашық болса, сіз ала алмайсыз квота. Сіздің балалы бола алмай жүрген себебіңіз, өзіңіз біліп отырсыз, я? Жатырыңыздың іші жабысып қалған синехия. Оны қазір ашты. Оны ашқанмен ол 1-2 айдан қайта жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан пока ашық болып тұрғанда сіз тезірек бала көтеру үшін әртүрлі жағдайлар жасауыңыз керек. Соны өзіңіз жазыпсыз, мына жерде соларыңыз жасайсыз, овуляция шақырасыз, инсеминация жасатуға болады. Сондықтан дұрыс тексеріліңіз, өйткені синехия деген онша жақсы диагноз емес. Сізді тазалаған ғой замерші беременность кезінде. Сол тазалағанда, выскабливание болғанда сізге неудачно жасалған болу керек, өйткені синехияңыз 2-3 айдан қайта жабысып қалуы мүмкін. Бұнымен сіз квота ала алмайсыз, өйткені 2 трубаңыз ашық. Сіз қазір синехия қайтадан пайда болмай тұрғанда тезірек балалы болу жағын ойластырыңыз. Так квота ала алмайсыз. Астанадағы жоспарлау орталығы отказ берді, донор тап деп немесе балабақшадан бала алыңдар деп қайтарып жіберді дейді. Неге сізге отказ берді, Рима? Яғни сіздің антимиллер гормоныңыз төмен болған. Неге донор ал деп айтып отыр? Донор ал деп беталды айтпайды. Яғни сіздің аналық клеткаңыздың жұмысы нашарлаған болу керек. Беталдыдан беталды ешкім сізге донор ал деп айтпайды ғой. Донор алатын жағдай ол егерде сіздің өзіңіздің аналық клеткаңыз, яичнигіңіздің бала көтертетін жағдайы төмен болса ғана сіз донор аласыз. Ал егер шынымен де антимиллеріңіз төмен болып донор алатын жағдай болатын болса, квотаға іліге алмайсыз. Тек қана донор алып қана эко жасауыңыз мүмкін, ол бірақ ақылы түрде. Енді Рима, мен сіздің ешқандай анализіңізді көріп отырған жоқпын, бірақ та солай деп айтса, солай болуы да мүмкін. Егер толық кеңес керек болатын болса, кейін осы орталыққа звондап, міне телефон алдарыңызда жазылып тұр. Мүлдем келе алмасаңыз, осы орталыққа звондасаңыз, маған қосады. Мен мүмкін телефоннан сізге бірдеңе көмек бере алатын шығармын, не болмаса Фейсбукқа жазасыз. Тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? Енді жалпы мен түсіндіріп өттім деп ойлаймын. Енді көп сұрақтар, өте көп сұрақтар, барлықтарыңыздың сұрақтарыңыз енді бір немен келгенде қандай жағдайда мен квота алам, трубам жабық, трубам ашық. Протокол дегеніміз уролог Нұғманов, консультация уролог-андролога деген. Яғни қараңыз, протоколды тек қана сізге андролог береді. Уролог, егер бұл мужской фактор болса, ерлер фактор болса, біздің андрологтар Безруков Роман Владимирович, не болмаса Шыңғыс Асқарович Нұғманов, врач, я қағаз береді, я сізге болады деп, одан кейін барып
репродуктологқа келесіздер, біз уже печать соғып комиссия 6 репродуктолог 7 репродуктолог комиссия болады. Сол комиссия арқылы протокол жазып береміз. Егерде ерлер фактор болатын болса, күйеуіңіздің ұрығы нашар болса, бірінші андрологқа барасыз да бәрібір де қайтып репродуктологқа келіп, жаңағы комиссиядан өтіп протоколыңызды алып кетесіз. Анализдерді WhatsApp арқылы жіберуге бола ма дейсіз? Анализдерді WhatsApp арқылы жіберіп көріңіз. Хронический эндометрит деген енді бұл елдің көбінде болады, ол емделетін жағдай. Бұл егерде екі трубаңыз бітеліп тұрып, тек қана осы хронический эндометрит, созылмалы эндометритке тіреліп тұрса, оны емдеп квота аласыз. Ең бастысы сіздің жұмыртқаңыз, антимюллеровый гормоныңыз дұрыс па? Және трубаңыз біте болу керек, жабық болу керек. Индира, сіздің жарты сөзіңізді көрмей тұрмын мен мына жерден. Саламатсыз ба? 5 жыл болды. Мен сіздің сұрағыңызға жауап берген Фейсбуктан, бірақ жағы айтайын, енді өзім аузымнан естіңіз. Антенатальный гибель плода болды дейсіз 31-32 аптада. Сосын 2 жыл өткен соң қайталанды деп тұрсыз. 30-31 аптада қайтадан балаңыз шетінеп кетіпті. Енді бұл басқа біреулердің басында болса да, тыңдай отырыңыздар. Екеуін де былай босандырып алды. Инфаркт плацента деп берді. Содан бері көп қаралдық, күйеуімде бәрі жақсы. Екеміздің қан тобымыз жақсы. Қазір кемінде гидросальпингс оң жақ яичникта дейсіз. Яичникта болмай, гидросальпингс трубаңызда бар шығар, оң жақ, яғни қараңыз, бұл бала іште жайдан жай өлмейді. Екеуінде срогы бірдей болып тұр. 31, 32, 30, 31 аптада. Бұл жерде бұл өте қиын жағдай, өйткені қазір біз тіпті сізге эко жасаған күнде де балаңыз сол кезде шетінеп кетуі мүмкін. Сондықтан да өте жақсы сізге тексерілу керек. Бұндай қайталанбас үшін. Жайдан жай бала шетінемейді іштеді. Оның үстіне екеуі бірдей сондай жағдайға ұшырап отырсыз. Және жаңағына гидросальпингсіңізді трубада рентген бойынша гидросальпингс десе, оны операция арқылы ғана емдейді. Яғни қазір құрметті қыз-келіншектер, бұл сұрақ өте жиі кездеседі. Гидросальпингсті біреу массаж арқылы емдейді, біреу грязолечение, жаңағы анда барады, мында барады, санаторно-курортное лечение дейді. Тағы анда-мында біреулер массаж жасайды, біреу антибиотик. Но ең негізгі лечение бұл лапароскопия арқылы екі трубаңызды тазалап ашады, егер ашуға жараса. Одан кейін 1 жыл сізге срок береміз, мерзім береміз. 1 жылдың ішінде, жаңағы операциядан кейін, жатырық неңізді тазалағаннан кейін, түтікшеңізді көтермесеңіз, қайтадан рентген жасатып көресіз. Өтпесе, онда қайтадан операцияға барып керек жоқ. Бірден экоға барыңыз, уақытыңызды созбай. Мына жерде де бірінші гидросальпингсті толық анықтау керек. Бар болса, гидросальпингсті емдеп, және сізді анықтау керек. Сондықтан бұл жерде мен сізге айта алмаймын, бұл жерде келу керек. Міндетті түрде келіңіз. Күйеуіңіз, кариотиптеріңізді тексеру керек, генетика, бұл өте көп анализдер салып тексеріп көру керек. Одан кейін барып, квота жайында, жалпы эко жайында әңгіме одан кейін қозғалады. Алдымен сізді тексеру керек, неге балаңыз іште өліп қала береді. Жиырма минут уақыт қалмайлы. Жанар қоюға болады. Туысқанда миома дейді, оны қалай емдеуге болады дейді. Егерде миомасы 3 сантиметрге дейін, 2 сантиметр, 1 сантиметр, 1,5 сантиметр, 3 сантиметрға дейін миоманы тесуге болмайды. Оны операцияға барып та керек жоқ ол үшін. Оны тек қана өзінің режимі бар, соны сақтау керек. Ал егерде миома 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-ға кетіп үлкен миома болатын болса, бұны алдырту керек болады. Кішкентай миома болса, ол сіздің матканың сыртында тұрса, тем более оған теспей қойыңыздар, тұрсын, сонымен ақ көтере беруге болады. Кішкентай болса миомаңыз, үлкен болатын болса, онда алу керек, одан кейін барып. Әрине, Гүлмария, міндетті түрде мемлекеттік поликлиникадағы женский консультация, әйелдер консультациясына барып тіркелесіз. Бұл жерде частный ақылы шешпейді. Тек қана өзіңіздің жергілікті жердің мемлекеттік поликлиникаңызға ғана барып тіркелесіз. Дана, 5 жыл тұрмыстасыз, 5 жыл бойы емделудесіз. Квота арқылы сізден ем алуға бола ма дейсіз. Квота арқылы эко жасауға болады.
квот арқылы ем болмайды. Квот арқылы тек қана эко жасаймыз, егер трубаңыз бітеліп қалса, егер күйеуіңіздің ұрығы нашар болса, оның бәрі жақсы болса, онда ақылы түрде ғана эко жасай аласыз. Ал жай ғана тексеріліп білейінші десеңіз, онда келіп жазылыңыз, оның бәрі бірақ ақылы түрде болады. Так, Назира, жасым 20. Назира, жоқ, Айгерім, Назира, ана жерде жазып отыр. Енді 26 жастасыз, жасыңыз өте жақсы, 2 жыл болды тұрмыстасыз, кистаңыздың ешін операциямен алып тастапты, операциядан кейін көтердіңіз, одан замерші болып қалды. Мен айтар едім, 3 ай жетеді деп. 3 ай, 4 ай толық емделіп, замерші беременності кейбіреуі неден деп сұрап атады. Оны 100% ешкім айтпайды неден екен, өйткені 100% оны ешкім өздері де білмейді неден болатынын. Көп факторлар бар. Инфекция болуы мүмкін. Эмбрионыңыздың әу баста пайда болғанда, іште жатқанда дұрыс дамымауы мүмкін. Гормональдық өзгерістер болуы мүмкін. Сыртқы факторлар, ішкі факторлар өте көп. Оны сізге 100% осы инфекциядан ғана замерші болып қалды, не болмаса осыдан ғана замерші болып қалды деп ешкім де айтпайды. Сондықтан да 3-4 ай тексеріліп, және замерші болып жатса, жаңағы бала іште өліп қалса, міндетті түрде оған биопсия жасап, баланың тексертіңіздер, жарай ма? Мүмкін ол балаңызда әу баста сіздің ішіңізде бала пайда болғанда, балаңыздың өз ауру болса, мүмкін ол 8 аптада тұрып қалған, может дұрыста болған шығар. Өйткені ол әрі қарай өсе беретін болса, ақаумен туылуы да мүмкін балалардың. Өз табиғат өзі шығарып тастайды кейде организмнен, жаңағындай дұрыс емес бала пайда болса. Сондықтан да бұл жерде қорқатын ештеңе жоқ. 3-4 айда дұрыс тексеріңіз де, әрі қарай балаңызды пландай беріңіз. 1 жыл, 2 жыл тосатын пациенттер болады. Керек жоқ олай тосып, уақыттарыңыз кетеді. 3-4 ай тексеріліп, емін алғаннан кейін әрі қарай көтере беріңіздер. Қымбат анализдер, енді оны мен айта алмаймын. Көрсету керек, және загиб матки деген оған не істесе болады дейді. Загиб матки деген ол емделмейді. Сол загиб деген мүмкін сізде жоқ шығар, өйткені загиб болатын болса сіз бала көтермес едіңіз. Матка былай айналып жататын болса, яғни сізде ол диагноз болмауы да мүмкін. Ол диагнозбен ақ сіз бала көтердіңіз, оны емдеймін деп басыңызды ауыртпаңыз. Ол мүмкін чуть-чуть нормадан бөлек те орналасып тұрған шығар, оған сіз түк істемейсіз, Құдай сізді оған солай жаратты. Загибке бола проблема туындатпаңыз. Ол мүмкін сізде жоқ та болуы мүмкін, өйткені сіз бала көтеріп тұрсыз. Норма овуляциялық тесттер. Енді мына сұрақ өте ұзақ екен. Мен Фейсбукқа жазыңызшы, Айгерім, жарай ма мына сұрағыңызға? Тағы көрсетіп сізге көп-көп қандай құжаттар керек екенін тағы көрсетесіз бе дейсіз бе? Эко алғанға ма? Квот алғанға, яғни құжат, сіз өзіңіздің жергілікті орталығыңызға барасыз. Гинеколог айтасыз, менде бәленбай жыл бала жоқ, не істейін деп. Соны ол айтады, барып рентгенге түсіріп кел снимокпен деп. Обязательно рентген, қыздар. Рентген жасатасыздар трубаларыңызды. Рентгеннен көреді рентгенолог. Екі трубаңыз өтпейді десе, соны апарып, антимюллеровый гормон спермограммасын күйеуіңіздің апарып, өзіңіздің жергілікті жерге айтасыз, енді міне алып келдім деп. Ол сізді бізге жібереді. Содан кейін барып гистероскопия, антимюллеровый гормон, рентген снимок, жаңа рентгеннің трубаңыздың рентгені, күйеуіңіздің спермограммасы, кариотип. Осы бесеу керек. Бізге келесіздер, содан кейін біз сізге протокол жазып беріп, қайтадан өзіңіздің жергілікті жеріңізге барып кезекке тұрасыз. Одан кейін кезегіңіз келгенде қайтадан қайтып келесіз эко жасатуға. Міне Гүлмария, сізде бәрі жақсы болса, күйеуіңіздің спермограммасын көрсеткіш төмен дейсіз. Сізге егер шынымен төмен болатын болса, квота тиесілі, сізге бағдан айтып жатырмын ғой. Өзіңіздің жергілікті жеріңізге барып, не болмаса бірден жергілікті жер, одан бізге келіп жүргенше, бір жағынан бірден репродуктологқа келіп, түгел анализдеріңізді дайындап, біз сізге протоколыңыз жазып, уже дайын протоколмен өзіңіздің гинекологыңызға да бара салсаңыз болады. Міне мен алып келдім протокол, енді мені будьте добры, очередке қойыңыздар деп, иә? Сіздерді очередке қояды, потом очеретіңіз келгенде қайтадан бізге қайтып келесіз. Солай да жасауға болады, құрметті келіншектер. Егер де өздеріңіздің гинекологтарыңызға барып, қайтадан бізге келіп жүргілеріңіз келмесе, бірден репродуктологқа жазылыңыздар. Өйткені бұл сұрақты біз жақсы шешеміз. Тез дайындаймыз, протоколыңызды дайындап береміз. Содан кейін барып өзіңіздің жергілікті жеріңізге барасыз,
квотаңызды алып қайтып келесіз. Бірақ біз квотаны шешпейміз. Біз тек протокол жазып береміз. ЭКО жасаймыз деген. Асем, жасыңыз 38-де. Екі трубаңыз жабық. Егер де антимийлеріңіз жақсы болса, тез квота жасай алатын жағдайыңыз болса, келіңіз, протоколыңызды жасап береміз. 38-39 жасыңызда алуға мүмкіншілігіңіз болса, келіңіз. Әрине болады ЭКО жасауға. Лапароскопиядан кейін дейсіз ба? Может, мүмкін сізге лапароскопияның қажеті де жоқ шығар. Неменеге лапароскопияға барасыз? Егер де көрсеткіш қандай лапароскопияға, ешқандай, егер екі трубаңыз жабық болса, оған лапароскопияның да керек жоқ. Онда бірден бізге келіп протокол алыңыз. Ал егер де екі трубаңызға су жиналған гидросальпинг, сактосальпинг десе, сонда ғана лапароскопияға барып, одан кейін барып ЭКО жасаймыз. Ал егер де трубаңыз просто непроходимый, өтпейді екі трубаңыз десе, онда сізге лапароскопияның қажеті жоқ. Бірден ЭКОға протокол алуға, репродуктологқа барыңыз. Жарай ма? Айгерім, бұл сұрақ енді маған өзіме жеке жазыңыз, не болмаса Фейсбукқа жазыңыз, мен сізге толық жауап берем, жарай ма? Бүгінгі темадан біраз ауытқулау. Енді факторлар өте көп. Бұл жерде қазір мен квотаны қалай алу жайында айтып жатырмын. Ал енді кейбіреудің екі трубасы өтіп, күйеуінің анализдер жақсы болып көтере алмай жүрген қаншама қыз келіншектер бар, иә? Оның тексерілу керек. Трубадан ғана емес, кей кезде матканың ішінде ақау болуы мүмкін. Кейбіреуінде овуляция болмауы мүмкін. Анавуляторный цикл дейді. Не болмаса инфекция да болып жатады кейде. Оның бәрін тексеру керек. Енді екі трубаңыз проходим болса, өткізгіштік дұрыс болса. Иә, Дана, 5 жыл ем алдыңыз, ешқандай нәтиже жоқ. Трубаңыз тексертіңіз. Трубаңыз ашық болатын болса, квота ала алмайсыз. Күйеуіңіздікі жаман болса, күйеуіңіз арқылы квота алуға болады. Ал басқа жағдайынан гистероскопия жасап, маткаңыздың ішін тексертіңіз. Тағы бір айта кететін жағдай Қазақстан. Оның ішіне бүкіл Қазақстанның қаласы келеді, Алматы ғана емес. Әсем, Астанада тұрмасаңыз да, хоть қай жерде тұрыңыз. Петропавловскің бір ауылында тұрасыз ба, әлде Семейдің бір ауылында тұрасыз ба? Қайда, қай ауылда тұрсаңыз да, сіз Қазақстанның азаматысыз. Сізге ол бөлініп отырған квота. Сондықтан да қай жақтан болса да, жаңағы мен айтқан документтерді жинасаңыздар, міндетті түрде квота аласыздар. Өйткені бұл Қазақстан азаматтарына арналған, тек қана Астана мен Алматыға арналған емес. Қай жерден болмасын квота аласыз. Астанада жаңа айттым, иә, Эколайф жасайды деп, соған барып жасатсаңыздар да болады. Так. Я, Күлайса, мен күндіз жұмыста болғанда кейде сұрақтарға жауап бере алмаймын, бірақ мен кез келген сұрақтарыңызға жауап беремін, міндетті түрде. Тек қана оны сіз ойнайсыздар, ашып оқыңыздар, жарай ма? Ұмытып кетпеңіздер. Мен жауап берем. Тағы енді айтылмай кеткен, енді былайша енді бәріне түсінікті қылып айтқан сияқтымын. Яғни тағы да жиі қойылатын сұрақ, қай қалада тұрсаңыз да, Қазақстанның қай түкпірінде жатсаңыз да, міндетті түрде квота аласыз, егер Қазақстанның азаматы болсаңыз. Жәнегі денсаулық сақтау министрлігінің приказы бұйрығы бойынша сіз соған сәйкес келсеңіз, жасыңыз, антимийлеріңіз, түтікшеңіз өтпесе, еркектің ұрығы нашар болса, міндетті түрде квота аласыз. Бірақ квотаны жергілікті жер шешеді, біз шешпейміз. Бізге келіп тек қана протокол алып кетесіздер, сізге квота жасаймыз деген справка, жарай ма? Енді Жанар, эрозияны күйдіргеннен бала болмауы мүмкін бе деп жатсыз. Эрозияңыз күйдіргенге өкінбеңіз. Ол эрозияны қазір алдын алмасаңыз, кейін жаман ауруға айналып кетуі мүмкін. Одан болуы мүмкін деп айта алмаймын, басқа жағынан болуы мүмкін. Сізде оның үстіне спираль тұрыпты, может спиральдан басқа жағдайлар болуы мүмкін. Сабира, нешінші кезекте тұрғаныңызды қалай біле алатыныңызды өзіңіздің гинекологтан сұрайсыз, оны біз білмейміз. Дұрыс, кейде бермейміз. 35-тен асқан деген ондай болмайды әрине. 37-38 жастағыларда квота алады. Ол үшін сіз квотаға ерте жасыңызда тұруыңыз керек. Қазір сіз 39 жаста келіп
квотаға очередке тұрсаңыз, сіздің очередіңіз 3 жылдан кейін келсе, сіздің жасыңыз 42-43-ке келеді. Сонда сізге осындай жаста эко жасап та қажет жоқ, өйткені 5% гарантия или 1% гарантия. Сондықтан да қыз келіншектер ертерек қимылдаңыздар. Біздің орталықта шамамен тексерілу, если жалпы ақылы эко жасатсаңыз да, квотамен эко жасатсаңыз да, жалпы күйеуіңіздің тексерулеріңізге 60-70-80 мың теңгедей ақша кетеді тексерілуге біздің орталықта. Міне, құрметті көрермендер, өте көп сұрақтар түсіп жатыр. Оның бәріне мен енді былай да жауап беріп жатырмын. Жалпы енді кейін қазір бізде вебинарға кіре алмаған көрермендер, қыз келіншектер болатын болса, бұл қазір біздің сайтымызда болады, міндетті түрде. Сондықтан да ести алмағандар, көре алмай қалғандар, біздің ертең архивта тұрады. Соны ашып, көріп, сұрақтарыңызға жауап аласыздар. Мен барлық сұрақтарыңызға жауап бердім деп ойлаймын. Негізгі ең керек сұрақтар, сізде. Енді ақырғы сұрақты жарайды айта кетейін. Ақылы эко қанша тұрады деген. 410 мың теңге эко X тұрады. Және 400-450 мың теңгедей дәрісіне кетеді. Сонда бір 800 мыңдай ақылы эко тұрады. Және анализдерін қоссаңыз 1 миллиондай болып қалады. Ақылы эко жасатсаңыз. Сондай сұрақ келіп тұр, соған сұрақ жауап беріп отырмын. Сұрақтарыңыз болса, алдарыңызда тұр менің почтама. Не болмаса прямой тура сөйлескілеріңіз келсе, мына телефонға звондап, маған қос десеңіздер қосады. Болмаса Facebook арқылы сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады, жауап беруге тырысамын. Құрметті қыз келіншектер, уақыттарыңыз өтіп кетпей тұрғанда, жас болып тұрғанда тезірек қимылдаңыздар. Қазір 21 ғасырда түгел көз алдарыңызда отырмаңыздар, үйде маған квотаны кім береді екен деп ешкім де бермейді сізге квотаны, егер өзіңіз жүгірмесеңіз. Ал кеңес, ақыл кеңес керек болатын болса, біз әрқашанда дайынбыз сіздерге жауап беруге. Ауырмаңыздар, барлықтарыңызға бөпелі болып, сәбилі болуларыңызға тілектеспін. Үйлеріңізден баланың күлкісі кетпесін. Сау болып тұрыңыздар. Келесі кездескенше.